Барлығына сәлем, аты жөнім Дінмұхаммед Жігер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түрік дәуірінің мәдениеті. Және де алғашқы сұрағымыз бізде түріктердің наным-сенімдері мен ислам дінінің таралуы. Біз бәріміз білеміз, түріктер өте шүкіршілік ететін, сол замандағы түріктер шүкіршілік ететін, және де бүкіл затқа табынатын халық болатын. Яғни қандай заттарға табынатынын айта кететін болсақ, олар отқа табынған, жыл мезгілдеріне табынған, табиғат күштеріне табынған, сосын көк бөрі қасқырға табынған, және де тәңірге, көк аспанға табынған. Ал егер ислам дінінің таралуына тоқталып кететін болсақ, ең алғаш ислам дінінің таралған мемлекеттердің бірі, ислам дінін қабылдаған мемлекеттердің бірі орта ғасырлық ол Қарахан мемлекеті. Жалпы тарихи кезеңдерді айтатын болсақ, ол Атлах шайқасын айтуға болады. Түргештер, яғни қарулық оғыз Қытайға қарсы араб қарулық бірігіп Қытайға қарсы соғысты. Олар жеңіске жетті. Жетісудан Қытайларды ығыстырды дегенбіз алдыңғы сабақта. Түріктер өздерінің туған болмыстарын сақтап қалды. Және де әрине ең бір ерекшелік нәтижесі ислам діні таралған. Осы шайқас нәтижесінде, Атлах шайқасында 751 жылы. Екінші сұраққа жауап беретін болсақ, Ұлы Жібек жолы және де сол кезде қала мәдениетінің дамуы. Ұлы Жібек жолы біз білеміз, жерорта теңізінен Қытайға дейінгі жатқан аралық, яғни сол арадағы керуен жүйесін біз Ұлы Жібек жолы деп атаймыз. Ол біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырдан бері пайда болған. Оның осы атын енгізген тарихқа ол неміс геологы және де географы Рихтговен деген, Вильгельм Рихтговен деген ғалым болатын. Ұлы Жібек жолының ұзындығы 7 километрге дейін жетеді. Және де бір ақпараттар бойынша жерорта теңізден Қытайға дейінгі сол Ұлы Жібек жолының толық жолын өтіп шығуға 3 жылын кетеді екен. Ал енді қала мәдениеті сол Ұлы Жібек жолының арқасында қалай дамыған айта кететін болсақ, әрине ол халықтардың арасындағы саудалық, дипломатиялық қарым-қатынастар нығайды, пайда болды. Сосын шығыс пен батыс елдерінің қарым-қатынастары нығайды. Қазақ жерлерінде түрлі діндер ене бастады. Мысалға зороастризм, мансихей, ислам, христиан, будда деген секілді. Және де Ұлы Жібек жолында орналасқан қалалар түркі тілінде тайпаларының отырықшылыққа өту процесінде үлкен рөл атқарған. Және де енді Ұлы Жібек жолының құлдырауының себептерін айта кетейік. Онымен қатар, яғни 13-ші және де 14-ші ғасырларда моңғолдардың шапқыншылықтары үшін Ұлы Жібек жолының бойындағы мемлекеттер мен қалалардың бәрі талқандалды. Және де сол бойында Ұлы Жібек жолында орналасқан мемлекеттер мен қалалар, халықтар өздерінің сауда-экономикалық қарым-қатынастарын өзара үзді. Тағы бір себебі 15-ші ғасырдың аяғына қарай Еуропадан Азияға теңіз жолы ашылған екен. Келесі сұраққа жауап беретін болсақ, көне түркі жазба ескерткіштері. Ежелгі түріктердің сына жазуы шамамен біздің заманымыздан бұрын 1-ші мыңжылдықтың ортасында пайда болған. Сосын осы ежелгі түрік заманында ежелгі түрік алфавиті рулық тайпалық таңбасының негізінде жасалған болатын. Және де осы алфавитке әліпбіге 35 әріп енген екен.
сосын Талас, Іле, Сырдария, Ертіс өзенінің жағалауы мен ежелгі түрік жазуының ескерткіштері табылған. 8-ші және де 9-ші ғасырлардың аралығында түркі тілдес халықтар әдебиетіне 12 оғыз эпосынан тұратын Қорқыт атаның кітабы жатқызылыпты. Ал енді соңғы сұрағымызға жауап беріп кететін болсақ, соңғы сұрағымыз мұсылман ренессансы және түрік ғұламалары. Ол заманда, яғни ежелгі түрік заманында көптеген түрік ғұламалары жарқы аттары шыққан болатын. Егер атап кететін болсақ, мысалға ең бірінші Әбу Насыр әл-Фараби Отырар қаласында туылған, яғни ежелгі Фараб қаласында туылған екен, Фараби деген ат жалғау қосылған болатын. Оның еңбектеріне тоқталатын болсақ, бақытқа жол сілтеу, риторика, қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат, және де музыка туралы үлкен трактат деген секілді шығармалары бар екен. Өзі 870 және 950 жылдар аралығында өмір сүрген, көптеген бірнеше өте көп тілдерде жоғары шеберлікпен сөйлеген. Кейін келесі бір түрік ғұламасын айтатын болсақ, ол Махмуд Қашқари. Оның өмір сүрген мерзімдері 1030-1090 жылдар аралығы. Ода Дивани лұғат ат-түрік секілді шығармасы бар, яғни түркі тілдерінің сөздігі деп те аталады. Сосын Жүсіп Баласоғын, оның өмір сүрген мерзімдері 1021-1075 жылдар аралығы. Оның Құтты білік деген шығармасы бар, әлемге танымал. Адамды бақытты ететін ілім деп аталып тіпті. Бұл оның еңбегінде адамның жүріс-тұрысы, тұрмыс тіршілігі, дұрыс адам болу мақсатында тәрбиелейтін өте рухани байлығынды бір көтеріп жүретін бір өте керемет шығарманың бірі. Сосын Дивани Хикмет деген шығарманың авторы Қожа Ахмед Яссауи. Оның өмір сүрген мерзімдері 1103-1166 жылдар аралығы. Дивани Хикметті даналы кітап болып аталады. Даналы кітап деген аты бар. Алдында айтып кеткен Әл-Фарабидің, Махмуд Қашқаринің, Жүсіп Баласоғын мен Қожа Ахмед Яссауидің бәрінің шығармалары адамзат өміріне өте маңызды. Оларды жақсы жаққа тәрбиелейтін, жол сілтейтін жақсы жаққа. Және де мұсылман ренессансы дегеніміз сол кездегі мұсылман адам қандай болу керек, үлгі нағыз мұсылман адам қандай, басқа адамдарға қандай үлгі болу керек деген мақсатта жазылған шығармалар болатын. Барлықтарыңа рахмет, назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.